Сәлем достар! Бүгін мен безе дайындаймын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, бұл беземен торттың бетін әдемілесе болады. Ең алдымен ыдысымызға 150 грамм жұмыртқаның ағын құямыз. Үстіне 250 грамм қант ұнтағын саламыз. Ыдыстағы жұмыртқаның ағы мен қант ұнтағын су моншасына қоямыз. Ыдысымыз суға тимеу керек. Ыдысымыздағы қант ұнтағы толық ерігенше араластырамыз. Ақуыздың температурасы 50 градусқа жеткенде ыдысымызды оттан түсіреміз және де миксердің ыдысына бірден құямыз. Ыдысқа құйған сұйықтығымызды алдымен жай жылдамдықта, сосын біртіндеп жоғары жылдамдыққа көтеріп отырып миксерлейміз. Сұйықтықты құйған ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Және де ақ уызымызға сары уыз қосылып кетпеуі қажет. Меренганы өз қалпын жақсы ұстап тұрғанша шайқаймыз, яғни 10-12 минуттай. Меренга толық дайын болған кезде 100 грамм қант ұнтағын қосып, өз қалпын жақсы ұстап тұрғанша 1 минуттай шайқаймыз. Меренгамыз дайын болды. Енді кондитерлік мешокқа насаткамызды саламыз. Менде гүл тәріздес насатка. Дайын болған меренгамызды кондитерлік мешокқа лопатканың көмегімен саламыз. Пештің формасына силиконды кілемшені төсеп, үстіне меренгаларымызды салып шығамыз. Силиконды кілемшенің үстіне әртүрлі көлемде безелер салып шықтым. Және де осындай шпажкілерді пайдаландым. Таяқша орнатылған безелерді торттың бетін әдемілесе, және де қалған безелерді шаймен жесе болады. Безелерімізді пеште 80 градуста 1,5-2 сағаттай кептіреміз. Мінекей безелеріміз кепті. Мен бірнешеуінің дәмін көрдім. Өте керемет болып шықты. Және де формасын жақсы ұстап тұр. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Абайдың Айнұры. Келесі видеоларда кездескенше.